Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа жылға арналған барыс салатын жасаймыз. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен мейізді 10 минутқа қайнаған суға бұқтырып қоямыз. Сосын тауық етін 4 бұрышты етіп турап аламыз. Картопты, жұмыртқаның сарысын, қиярды дәл осылай турап аламыз. Барлығын турап болған соң 3 қасық майонез бен дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Сосын сәбіз бен жұмыртқаны үкіштен өткізіп аламыз. Жаңағы мейіз жібіген соң жіңішке етіп турап аламыз. Барыстың мұрнын жасау үшін 1 қасық майонезге розби бояу қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ақ майонезді барыстың пішін жасау үшін қолданамыз. Дәл видеодағыдай пішін жасап аламыз. Жаңағы жасап қойған начинканы пішіннің ішіне видеодағыдай толтырамыз. Барыстың мүсінін жасау үшін сәбіз бен жұмыртқаны дәл видеодағыдай орналастырамыз. Мұрнын жасаймыз. Барыстың жолақтарын жасау үшін видеоның соңындағы суреттерді скриншот етіп, соған қарап жасасаңыздар болады. Біздің барыс салатымыз дайын. Салат ұнаса, жаңа жылға арнап жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.